Армысыздар, Арайлы Арқалықтың көрермендері. Бүгін біз өзіміздің жерлесіміз Айрамен атанған Сабыр бауырымыздың үйіне келіп тұрмыз. Сабыр көп жылдан бері басқа қалада тұрады, дегенмен де ата-анасы, туған туыстары Арқалықта тұрғасын демалысқа өзіміздің қаламызға келген екен. Сол бойынша қазір шағын ғана сұхбат аламыз. Өзіміздің танымал жерлестерімізді көпшілік білу үшін арнайы осы видеоны түсіріп отырмыз. Жүріңіздер. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Ассалаумағалейкум. Амасыздар, қалдарыңыз қалай? Жақсылық, амасыздар. Сізге келатырмыз сұхбат алуға. Қош келіпсіздер. Армысыздар, Арайлы Арқалық YouTube каналының көрермендері. Бүгін біз өзіміздің Арқалық қаласының тумасы, жерлесіміз Сабыр мырзаның үйіндеміз. Көпшілігі білмейтін шығар, Сабыр мырза танымал спортшы, тележүргізуші, мәдениет қайраткері. Қазіргі қоғамда ең белгілі спорт түрі Айраменмен айналысады. Өздеріңіз білесіздер, енді кейбір азаматтар білмейтін шығар, бұл Айрамен дегеніміз суға да жүзетін, жүгіретін, жаңағындай велосипедпен де жаңағындай жарысатын үлкен бір жарыс түрі. Оған екінің бірі қатыса бермейді. Сондықтан да осындай жерлесіміз бар екенімізге қуаныштымыз. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Көп рахмет. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Сізбен арнайы танысуға келіп отырмыз. Жалпы қай жылы, қайда дүниеге келгенсіз, қайда оқығансыз, сол туралы толық мәлімет білсек, себебі сіздің инстаграмыңыз қазіргі жағдайды баяндайды, ал шын мәнінде өзіңіз туып өскен жеріңіз қайсы, қай мектеп, сол туралы толыққанды сұхбат берсеңіз. Қанат мырза, көп рахмет. Қарапайым Қарадомалақ ауылдан шыққанбыз. Әділбек Майкөт ауылында, осы жерден бір 60 шақырым Арқалықтан. Сол жерде туған жерім, сол жерде оқыдық. Яғни ауылда өсіп, қой бағып, 5-ші классқа дейін, 6-ші классқа дейін, одан бері ол кездегі Кеңес одағындағы Дружный ребята газеттен оқып алған хабарландыру Алматыда көркем сурет колледж, жаңағы дарынды балалар жинап жатыр дегендіктен соң мен армандап жүрген ол кезде суретші болам деп сурет салып ұнататынмын. Содан анамға айтып, жаңағы Алматыға түскім келіп жүр деп, сол жерге апарыңызшы деп 92-93 жылдар ғой. Армандарым орындалды. Ол көркем сурет колледжіне түсіп, Алматыдан, содан бері Алматыда тұрып жатырмыз. Каникул кезінде енді ата-аналарының үйіне келем, туған жеріме келіп тұратын. Содан мінекей 30-дан астам жылдар өтіп кетті. Өнер академиясын бітірдім, магистр ретінде, доктор PhD ретінде, жаңағы мемлекеттік қызметкер ретінде жастар саясатына жұмыс бастап, әкімшіліктерде 2 қалада, Алматы мен Астанада, елордамызда жұмыс атқарып, содан бері 14 жылдай қазір өнер жолдамыз. Өнер жолда дегенде телевидениеда, арналарда, яғни ТВ Бинго, Алтын таға, ұлттық шоу Роза Рымбаевамен бірге. Содан бері жаңағы актер рекламы дейміз, уже кәдімгідей 25 жылдай астам жұмыс атқарып жүрміз. Яғни әрине жылына болса да бір 2 жылда бір рет сағынып Арқалыққа келіп, торғайдың жерін, иісінен, етінен, дәмінен, сорпасынан адамдармен сөйлесіп дегенде қуана келуді әрқашан бізге өте жылы болып тұрады. Кеше ғана Целины дейміз ғой, сол жерге барып, ата-бабаларымызға Құран оқытып дегендей, өйткені күнде ондай мүмкіншілік бола бермейді, бірақ дегенмен осы жерде болғаныма өте қуаныштымын. Сабыр мырза, жаңа айтып жатсыз, өнерге келген жолыңызды, жалпы Алматыға барған жолыңызды, ал спортқа қай уақытта келдіңіз? Жалпы ауылда жүріп айналыстыңыз ба, әлде үлкен қалаға барғаннан кейін келдіңіз бе? Сол туралы. Қанат мырза, біз енді ұлдармыз ғой. Ұлдар деген бір орында отырмайтын балалар ғой, қызға қарағанда.
жүгіреміз, кино көрсек неше түрлі жанрларда, сосын боевик дейміз ба, карате дейміз ба, айналысу бастаймыз. Баяғыда Джеки Чан, Ван Дам сияқты кинолар шыққан кезде ол бізге кәдімгідей бір спортқа бір үлгі ретінде тартылатындай, сосын спорт залға жазылып дегендей, ол жай ғана балалық шақта ғана болатын. Дегенмен спортқа жұмыс бабында, оқу бабында кірісіп кеткеннен кейін спортты ойланбайсың. Қайда нан көру керек, жаңағы ақша табу керек деп беріліп, оны ары қарай кететін болсақ, жұмыс бір жайына қалады дейсіз ғой. Иә, ол менің жұмысым телевидениеде кәдімгідей, мысалы, графикта жоқ, бос уақытында жоқ. Ал асаба тамада ретінде тіпті білесіз, ол сфера кәдімгідей ол толтырып жүреді. Иә. Ал спорттың, яғни нағыз жарыстарға 2 жыл бұрын маусым айында бастадым. Сол ниеті, жаңағы себебі таразға тұрған кезде 90 келіге дейін жеткеннен кейін көзім шошып, содан кейін ойладым, жоқ, болды, доғару керек. 87,5 килограмм болды. Доғару керек деп, содан кейін жүгіру ақырындап солай бастаған едім. Жалпы бұл триатлон ғой? Триатлонның орны бөлек, мысалы жүгіру дейміз ба? 2016 жыл, осыдан 7 жыл бұрын біз велосипедтер сатып алдық та, қала Алматыдамыз ғой. Алматыда жоқ теп-телес білесіздер, пробкамен жүре алмайсың. Яғни бір жұмыстар атқару үшін кәдімгідей көп уақыт кетеді. Велосипед алғандықтан соң машина уже ешқандай жаңағы қажеті жоқ. Велосипедпен тез айналып жүріп, сөйтіп кірісіп кеттік та, адамдармен араласып кеттік. Ол жерде Алматымызда неше түрлі велоклубтар бар, велосообщество дейміз ғой. Сонымен араласып ұзақ жолға шығатын болдық. Ұзақ жол, содан кейін Иссыккөлге бардық. Бір күнде 150 километр жүріп болғаннан кейін кәдімгідей ойланып бастадым, мүмкіншілік бар екен ғой. Содан кейін бір жақсы шара, Шымкенттен Ташкентке дейін 200 велошабандоздар жүрген. Сол кезде де 145 шақырымды бір мезгілде өткен кезде ойладым, адамның шектеулі жоқ екен. Яғни мотивация ретінде қойсан, мақсат ретінде қойсан, жетуге болады екен. Ол велосипедпен бірінші айналыстым. Велосипедпен жүріп, жарыстарға Алматымызда қатысып, кәдімгідей бір өзімді келтіріп алдым. Ол біріншіден. Екіншіден, енді жүзу дейміз ғой. Енді мына жер Терсақанда ауылда өстік қой. Терсақанда ары кетсе бір 30 метр, 40 метр. Иә, жүріп болғаннан кейін шаршайсың, мені жеттің. Яғни сондай ғана не болатын дистанциялар дейміз ғой. Ал Алматыда жаңағы бассейнге жазылып, бір рет жасырмайым енді, неде, енді YouTube дейміз ба, киноларда қарап қаламыз, Ironman деген, триатлон, не деген ол нәрсе. Сосын зерттеу бастадым. Енді жаңағы дистанциялар іздеп болған, қарап болғаннан кейін ойладым, жарайды, велосипедпен мүмкін деп. Енді жүріп көрген жоқпын, бірақ жүзу мүмкін ба дегендей. Өйткені Терсақан 45-50 метр, ары кетсен, жарайды, 100 метр жүрсен шыдай аласың ба деп. Одан енді мүмкіншілігіміз бар тұста, Түркияға барып демалғанда суға жүзіп, жаңағы открытое море дейді ғой, открытая вода дейді. Өйткені бассейнмен үйренетін, Қанат мырза білетін болсаңызда, бассейнге үйренетін, өзенге үйренетін адамдар теңізге шыққан кезде, опа, бір нәрсе ұстап қалады да, адам қысылып қалып тоқтату мүмкін. Яғни сондайларды енді теңізде көргеннен кейін өзінің жаңағы мүмкіншілік, возможности, жаңағы шынайы мүмкіндігіңізді көрдіңіз ғой. Иә, сол жаңағы дистанцияны өзім қадаммен бәрін өлшеп, сосын оны өлшіп көргеннен кейін жүзіп болып келдім да, уақытында тоқтаттым да, ойладым, жүзуді істей алады екенмін. Ол велосипедім бар, жүзуді білем, ол 2 жыл бұрын. Мына жерде енді тек қана қалған жүгіру. Сосын жүгіру маған қиын болды. Басында 1 километр жүгіріп болғаннан кейін бас айналып, мына жер дем алмай, кәдімгідей бүкіл жерін қысып, одан кейін енді мақсат қойғандықтан соң 2 километр, 3 километр, алғашқы 10 километр жүгіріп болғаннан кейін кәдімгідей бір жеңіс ретінде болды да, бір нәрсе істей алам деп. Сөйтіп біртіндеп ол былай қарасаң неге байланысты? Дисциплина, тәртіп. Енді
Бауыржан атамыз момышұлы айтқандай, тәртіп сақтасаң, тәртіп сені сақтайды. Бәрін орнымен істей алатын болсаң, сенің күшің бүкілін жаңа ресурс ішіндегі распределение жақсы өтіп жатса, оны істей аласың. Енді шын айтамын, ондай ешқандай практика болған жоқ. Әдісін білмедім, жаңа теориясын былай сырттан практика болған жоқ. Бола ма, бола алмаймын, оны көрген жоқсың. Әр старт ол кәдімгідей бір жұмбақ ретінде. Алдында тұрған мақсат жетесің ба, жетпейсің ба, үлкен жұмбақ. Ал мына жерде итеріп тұрған ол бір көрінбейтін күш, ол тек қана ішінде болады. Оны ешкім саған бермейді, ешкім саған сатып алып бермейді, ешкім саған құйып бермейді. Ең жақсы көретін марафонға, алғашқы марафон Түркістанда болатын, былтыр 42 шақырым қойған кезде, яғни жалпы жүгіруден, мысалы сол жеңіл атлетика дейміз ғой, сөреде тұрған кезде жан жағына қарайсың, сен сияқты барлығы оптимисттер ғой, былай қарасақ. Ең жақсы көретін сол трассада, сол дистанцияда ешкім саған көмектесе алмайды. Сенің положениен саған көмектеспейді. Қанша болса да ақшан сені, ол байлығын саған көмектеспейді. Тек қана сен және сен сияқты адамдар, жандар. Сол енді финишқа жету, өз-өзіне көрсету. Сол бір мақсат сені итеріп тұрады да. Сол ішіндегі күшпен мен ойлаймын, осы Аллаға шүкір, сондай мен нәрсеге мына Ironman'ға да салып, бірақ Ironman'ның өзінде бір кәдімгідей взнос, яғни регистрация, тіркеу барысында жасап жатқанда ойланып, ары-бері ойланып, өйткені ол үлкен риск дейміз ғой. Ана судың өзінде, мысалы, Есіл дейміз ғой, Есіл, Астанадағы Есілдің аты Есіл, аудармасын білесіз. Жасыл деген сөз түрік сөзінде жасыл, ол жасыл су, оған секіріп, оған не болатындығын өзің білмейсің. Ол жерде 100 метр емес, терсақаның дистанциясы емес, ол жерде 1 километр емес, 2 емес. Жалпы қарағанда бір 4 километр жүріп өту керек. Онда бір уақыты бар. 2 сағат 10 минут. Ары кетсе 2 сағат 15. 15-тен ас кетсе сен ары қарай жүрмейсің. Яғни ережелер. Әр этаптың өз ережесі бар ғой. Әр этаптың өз ережесі бар. Велосипедтің 8,5 сағатта өтуің керексің. Жүгіруден ары кетсе 6 сағат қана беріледі. Яғни асып кетсең, әр этапта сені уже кәдімгідей келесі этапқа жібермейді. Сол жердің судья маршалдар бар, өзі протоколы бар. Сабыр мырза, жалпы қазіргі кезде осы триатлон саласын өзіңіздің футболкаңызда көруге болады. BI Group'тың басшысы Айдын Рахимбаев қолға алған болатын, триатлон парк ашып. Ал Алматыда триатлон жалпы паркі бар ма? Осы триатлонмен айналысуға мүмкіндік бар ма? Ironmanмен айналысуға? Әлде сіз ең бірінші осы толыққанды триатлонды осы Астанада қолға алдыңыз ба? Ең басында айтуға тура келіп тұр. Астанаға рахмет. Астаналықтар, сендерге өте жақсы бір нәрсе болып тұр. Триатлон парк бар сіздерде. Тамаша мүмкіндік. Алматымызда ондай нақты осы ұқсас триатлондар жоқ, парк деп айтуға болады. Бірақ дегенмен Алматымыздың ерекшелігі таулы жақ бар. Ол жерде жүгіруге, нагрузка салу аяқтарын. Әрине ана жерде жекеменшік тренажер клубтар бар, спорттық клубтар. Триатлон ретінде бәрін ұйымдастырады, триатлон федерациялары да бар. Бірақ дегенмен қарапайым өзіміз любителіміз дейміз ғой. Любитель ретінде өзіміз бассейн табамыз, өзімізге жүгіру системасын әдісін қоямыз, және велосипедпен жүру, қаланың шетінде трассамен ұшып жүреміз. Жалпы осы Ironman'ның алдында мастер-класстар ұйымдастырылды ма? Жалпы бізде енді триатлоннан Қазақстанда белгілі Дмитрий Гак өзіміз білеміз, мықты спортсмендер, мысалы Айдын Рахимбаевтың өзі кезінде Коняға қатысып, белгілі осы қазақстандық ең белгілі спортсмендердің бірі болған. Сол мастер-класстар өте ме? Жалпы сіздер сияқты любительдерге, осы кәсіби емес мамандарға қалай өзіңіздің нагрузкаларыңызды жоспарлау керек, правильный питание, оның барлығы тәртіп өзіңіз айтқан, сол туралы мастер-класстар ұйымдастырыла ма? Жаңа жақсы айттыңыз. 2008-де ма, 2007-де Меломан деген дүкенде балалар ойнап тұрғанша мен кітаптарды оқытып арасында бір Айдын Рахимбаевтың кітабы болып шықты, Ironman туралы, жеңісін. Соны оқып алдым да, мүмкін ол да бір арасында сигнал болатын. Ол кезде қайда ол бола ма, болмай ма деп білгенде жоқпын.
мастер-класстар дейміз, мүмкін мен білмедім, мүмкін бар шығар, бірақ дегенмен Алматыда қазір уақытта шүкір жаңағы айналысатын триатлонмен адамдар көп. Жаңағы командалар неше түрлі ашылады. Маған көмектескен мысалы рейс директор Ironman'нан Алексей Сидоркин жақсы маған кеңес беріп тұрды. Мен енді спорттық шаралар жүргіземіз Алматыда. Сондықтан соларды бәрін танимын. Арасында енді біздің еліміздегі Perfectum Team деген тобы бар, спорттық тобы, оны басқаратын Тимур Игликов, ол да қатысты осы полныйға. Тимур Игликовке де рахмет, ол маған кеңес ретінде көп нәрсе көмектесіп айтып берген болатын. Негізінде былтыр ол кісімен танысқан болатынбыз сахнада. Былтыр мен жартылай Түркияда өткен болатын. Жартылай білесіздер, оның жаңа 226 километр жалпы болатса, мына жерде 113. Яғни половинка Ironman, тең жар. Ол жерде жаңағы тең жартысын өткеннен кейін финишке жүгіріп болғаннан кейін кәдімгідей қайнап тұрдым да, ойладым, жаңа жігіттерден сұрадым, болды ма не деймін. Олар болды дейді, шаршаған жоқсың, жоқ, тағы да жүргім келеді. Сол кезде олар айтқан, енді сен полныйға дайынсың деген кезде жаңағы Perfectum Team жігіттері, соларға да мындар рахмет. Клубтар бар. Адамдар өздері айналысатын жаңағы тренерлер, неше түрлі специалисттер, жоғары кәсіби мамандар толып жатыр. Бірақ мен өзім ешқандай тренерсіз, ешқандай жаңағы профпитание дейсіз, специальный спорт питание, оларсыз, яғни стандартный мен жүрген адам ретінде бізде ондай арасында болып қалады, өздерімізді одинокий болып дейміз. Алматыда да бар сондай, яғни спортсмендер ешқандай жаңағы тренерсіз, ешқандай, әрине клубтар шақырып жатыр, оның клубтар бар бізде, шақырады, сәке келсеңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Бірақ дегенмен менің осы қадамдарын бір акцент қойғаным тест ретінде ма, немесе жаңа проверочный ретінде міндетті ма тренер алу, міндетті ма жаңағы үлкен бір бағдарлама ақша төлеп жаңағы дайындалу, міндетті ма жаңағы тренажер дейміз ба, неше түрлі ақша жаңағы төлейтін енді бассейндер сияқты мен өзім басымен өттім, міндет емес. Яғни ең басы бұл ниет. Ниетім бар болса, кейбіреулер ойлайды да, үлкен спорт, ол жаңағы, тем более Ironman, ол үлкен ақша, ол үлкен қаржы қажет етеді деп ойлаймын. Жоқ деп кету мүмкін адамдар болады. Бірақ мен айтарым, ол ондай емес, ол қателік. Адам ниеті бар болса, жете алады деген сөз. Түсіндім, Сабыр мырза. Енді жалпы осы арқалыққа оралайық. Неше жасында сіз Алматыға көштіңіз? Мен интернат Алматыда тұрдым, 11 жасынан кетіп қалдым. 11 жасынан. Сол уақыттан бастап 2 жылда бір рет, жыл сайын келіп тұрасыз. Енді өзіңізбен көзіңізбен көрдіңіз арқалықтың шарықтау шегінде, жаңа жайнаған шегінде, енді қазіргі жағдайын не айта аласыз? Елге келген кезде не көресіз? Жалпы сізге ең бірінші позитивтен бастайық. Ең бірінші сізге не ұнайды арқалыққа келген кезде, ұнайтын жақтарыңыз? Аспан жақын. Жел. Адамдар. Қалай болса да өзінің адамдары, кәдімгідей былай қарасаң туысқан сияқты ғой барлығы. Ешкім нәрсе саған дей алмайды, сен үйіндесің. Қалай үйге келесің? Үйге келген кезде өзіңді еркін ұстайсың, тура сондай сезімде боласың. Өйткені арқалық біз үшін сол баяғы қала, әрине қиын болды 90-шы жылдар, есімде жаңағы сағат сайын су беретін, свет жоқ. Қиын жағдайдан өтті, енді Аллаға шүкір, мүмкіншіліктер міне талго жеріп жатыр. Міне жаңағы кеше ар күні қанша болды, 4-5 күндей болып демалып жүрміз. Бордюрлар әппақ, барлығы жаңағы бой алған, адамдар орталық паркте рахаттанып жүр, демалып жүр. Адамдарға енді тойларға барып жүр, былай қарасаң бәрі жақсы дейсіз ғой, былай қарасаң. Бәрі тамаша. Өте жақсы. Дегенмен де енді сіз сырт көз сыншыл дейді бізде. Осы арқалыққа келген кезде қандай жақтарда әттеген-ай деп, осы жақты, осы саланы, осы жақты қолға алса екен деп өзіңіз бір түртіп алатын
енді бәрі керемет болуы мүмкін емес, ол өмір болғасын, адамның өзі идеал емес. Мысалы, әркімде кемшілік бар. Сол сияқты өзіңізге бір сырт көзбен осы арқалықтың қай тұстарын жақсартса деп ойлайсыз, тілек білдіресіз? Ол өте терең тақырып. Әрине осындай нәрсе сөйлеуге де қиын болады, өйткені мен былай арқалықтың таза бүкілін білетін эксперт емеспін. Оны айту турасын эксперт ретінде айта алмаймын, бірақ жаңағы сырттан наблюдатель ретінде жылына 3 жылда бір рет келетін жастар жастардың кішкене былай басын көтеріп жүрсе ғой, былай күліп, көбісі енді тек қана арқалықта ғана емес, бүкіл елімізде де сондай, яғни қабағын түйіп жүреді. Біз енді Аллаға шүкір жерді аралап жүрміз. Гастрольдермен, шаралармен, жаңағы оққан кезде де шетелден көріп жүрміз. Западты да көрдік, ақшта да көрдік, Индонезияға дейін бардық. Сол кездегі елімізге оралған кезде кішкене қабағын түртіп жүреді. Соны ойлаймын, бір 500 немесе ала беріп тұрған бір 226 өмір сияқты әр қазақ. Бір ғана ғой, яғни күліп жүрейікші, сол біреуін бергеніне шүкір деп, солай деп ойлаймын. Өте дұрыс айтасыз. Жалпы өмірдің өзі позитив ретінде қарастырсаңыз, өзіңізге жеңіл болады ғой өмір сүру. Сабыр мырза, енді өзіңіздің отбасыңызға келейік. Жалпы қанша бала тәрбиелеп отырсыз, қашан үйлендіңіз, жеңгеміз қай жақтан, сол туралы толыққанды ақпарат берсеңіз? Динара Көкшетау облысынан, туған жері. 3 балам бар, 2 қыз, ортасындағы ұл. Есімдері? Есімдері Аяулым, Арлан, Ариана. Басты сұрақ, балаларыңыз қазақ мектебіне бара ма? Аяулым түркше оқыды 2 жыл. Одан кейін біз Алматыға ауысып болғаннан кейін, Алматыға қайтадан келгеннен кейін орысшасы оқиды қазір. Неге деп жауап берейін. Өз басым 6 жыл бойы 6 класс орысша бітірген болатын. Одан кейін Алматыға түскеннен кейін қазақшасына түсірген кезде, жаңағы бөлімшесіне кәдімгідей қиналып, бірақ маған бір үлкен бір сыйлық ретінде ол күшті болып. Яғни сондай бір балаларымда өтсе ғой деп ниетімен жүрмін. Үлкен балаңыз қазір мектеп оқиды, қалғандары әлі кішкентай? 2-ші ұлымда 1-ші сынып бітірді. Ол да орысша оқиды? Ол да орысша. Бірақ болашақта қазақшаға аударатын шығарсыздар деп ойлаймыз енді. Жақсы, түсінікті. Жалпы бос уақытыңызда, енді жаңа айтып жатсыз ғой, менде бос уақыт аз өте деп. Дегенмен де бос уақытыңызда спорттан бөлек немен айналысасыз? Жалпы кітап оқисыз ба? Оқысаңыз қандай кітаптар, қандай кеңес бересіз бізді қарап отқан жас ұрпақтарға, жастарға? Жалпы немен айналысуға болады? Қандай көзқараспен жалпы өмір сүру керек дегендей ғой сізден? Өзім жеке жаңағы басымен неден өттім айтып едім ғой, жаңағы ішкі жастар саясаттан басталдым. Яғни студент кезімде жаңағы бүкіл жерде кәдімгідей әр сұрақтарға жаңағы көңіл болмай деп шулап жүрген студентпін ғой. Сөйтіп бір үлкен кісі мені жаңағы дәлізде тоқтатып алып академияда, сен ба жаңағы көңілсіз болып жүрген студент, әр нәрсеге ешқандай бір согласие жоқ деп. Мен де бұлданып жауап бердім. Ол кісі айтады содан кейін маған кіріп шықшы деп, әңгімелесейік. Сіз кімсіз деп сұрап едім. Мен ректормын дедім. Сол кезде мен жаңағы Тілеуғали Әшірбекұлы Қышқашбаевпен танысу басталды. Қайдан білем ректор екенін. Сөйтіп ректормен кездестім. Мынандай жоспарым бар, мынандай мүмкіншілігім бар. Ол кісі маған айтты, ал онда жаңағы комитет по делам молодежи құр, студенттермен жаңағы жұмыс істейді. Онда барлығын саған мүмкіншілігін берем деген кезде содан бастады. Яғни жастарға айтарым, еш нәрсе күтпеңдер. Яғни подноспен сіздерге дайын ящикпен беретін, аспаннан беретін ешкім мұндай жоқ. Оны тек қана өзіңіз аласыздар. Оны қайдан алады? Жаңағы айтады адамдар, ақылды адамдар айтады, білімді, ақылды, байлы, барлығы керемет болу үшін 10 кітап оқу керек дейді осы әлемде. Қандай кітап деп сұрақ қойды? Ол кітапты оқу үшін 1000 кітап оқып шығу керек. Яғни сол сияқты шынымен де кітап, гаджет, қазіргі заман телефон дейміз, интернетке бұрылып, таңертең тұрып,
әр 15 секундтан ана роликтен қарағанша кәдімгі жартылай күнге өтіп кетуі мүмкін. Ол яғни уақытыңыз, ол уақыт Қайтып келмейді. алтыннан да жоғары, ол қайтып келмейді. Кітап алып үйреніп, біз кітап оқыдық кезінде жаңағы Дейл Карнеги, Наполеон Хилл, он жаңағы Роберт Кийосаки, сондайлар кітап оқып, көп нәрсені оқып алып, бізге мектептерде ондай нәрсе үйретпейді. Бізде барлығын 5-5 қосу үйретеді, бірақ ақшаны қалай табу үйретпейді. Ол кітаптардан оқып алсаңыз, сол жерде көп нәрсені оқып алуға болады. Өйткені қалай болса да диплом қолына береді, жаңағы қолын ұстайды, ары қарай шыққаннан кейін мектептен ал не істейсің ал. Жаңа университеттен тағы да диплом береді, ал не істейсің ал. Ақша көру керек, күн көру керек. Сондықтан мына жерге жаңа кітаппен ондай нәрсені оқып білу керек. Бізген жаңағы көбісі жастарға енді айтарым, сол жаңа айтып жатсыз ғой, қандай бір пожелание, тілек деген. Шынымен де қазіргі кезден бастап ойлану керек, қалай бизнесті ашсам, қалай мүмкіншілік ашсам. Өйткені ата-аналарымызға қайтадан қайтару керек қой, рахметін айту керек, алғысын айту керек. Олар бізді өмірге келді, олар бізді киіндірді, тамақтандырды. Енді өсіп болғаннан кейін Аллаға шүкір, қол аяқ екі жаңағы басын сау, енді атқару керек. Түсінікті. Сабыр мырза, енді сөзімізді қорытындылап, біздің жерлестерге сәлемдемеңіз, жалпы тілегіңіз, өзіміздің қаламызға, Торғай жеріне деген ықыласыңыз. Енді туған жерім бір ғана болады адамда. Арқалығымызға өсе берсін, қуаныш көп болсын, халық қиыншылық көрмесін. Мына жердегі тұрған бет қастарын кішкене дет қойып күліп жүре беріңіздер, бас көтеріп жүру керек. Жапон халық, білесіз бе, жоқ деген сөз қолданбайды екен. Ол яғни жоқ деген сөз, ол энергетический тұрғыда блок қояды екен. Яғни оны өзім тексердім, оны Японияда жүрген кезде адамдардан сұрап сөйлестім. Жоқ деген сөз пайдаланбайды. Ол өте нәрсе керек, тамаша нәрсе. Сондықтан бізге де сондай бір үлгі ретінде болсын, барлығы я болсын, барлығы ашық болсын, барлығы тамаша болсын, халқымыз аман болсын деген тек қана сол ғана тілек болып жүреді бізде, жүрегімізде. Жақсы, көп рахмет сізге. Сізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Құрметті көрермендер, егер де осы видеоны көріп жатсаңыз, міндетті түрде тіркеліңіздер, пікір білдіріңіздер. Жалпы бұл кісі сияқты танымал жерлестер болатын болса, бізге жазыңыздар, біз де барып жаңағы насихаттайық. Біздің жерлестер жаңағындай өз батырларын білу керек деп ойлаймыз. Сау болыңыздар.